Баршаңызға ассалаумалейкум. Сіз ораза ұстаудың адамға қандай пайдасы бар екенін білесіз бе? Неге бізге ораза парыз, ал кімдерге оны ұстамауға рұқсат етілген? Жүкті және емізетін аналарға ораза ұстау керек пе? Сол туралы осы видеода сіздерге оразаның барлық қырларын түсіндіретін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Мүмкін сізге осы видео пайда алып келетін болар. Өткен 5 жылда мен жүктілігіме, денсаулығыма байланысты парыз оразаларымды ұстамаппын. Бірақ осы жылы Рамазанда ораза ұстаймын деп шештім. Тіпті бала емізсем де. Себебі біріншіден кішкентай қызым 1 жаста және қосымша тамақтанады. Екіншіден мен өзімді ораза ұстауға дайын сезінемін. Себебі уақытылы витаминдерімді қабылдап, денсаулығымда ешқандай кері әсерін бермейтініне сенімдімін. Оразаның адамға тигізер пайдасын білсеңіз, дереу ауыз бекітуге ұмтылар едіңіз. Ораза ұстаған адамда асқазан мен ішек жүйесі демалады. Қан айналым жақсарады, стресс азайып, ойлау қабілеті артады. Ораза исламның 5 парызының бірі. Алла тағала Құранда: "Ей иман келтіргендер, сендерге дейінгі үмбеттерге парыз етілгендей, сендерге де ораза парыз етілді. Мүмкін тақуалыққа жетерсіңдер", деп бұйырған. Бақара сүресі 183 аят. Оразаның адамға тигізер пайдасы мол. Ол тек құлшылық қана емес, рухани және физикалық тазалықтың негізі. Алланың әмір еткені, мүмкін тақуалыққа жетерсіңдер дегеніндей, Аллах разылығы үшін ораза ұстаған адам жаман әдеттерден тыйылады. Тазалыққа, сабырлыққа үйренеді және Алланың разылығын алып, үлкен сауапқа кенеледі. Рамазан айында ораза ұстау ақыл есі дұрыс, балиғат жасына жеткен әрбір мұсылмандарға парыз. Ол үшін адам мұсылман болу, балиғат жасына жету, ақыл есі дұрыс болу, денсаулығы жақсы болу керек. Егер сіз осы шарттарға сай болсаңыз, ораза ұстауыңыз қажет. Кейбір жағдайларда ораза ұстауға рұқсат етілмейді, немесе уақытша босатылады. Ораза ұстауға болмайтын жандар мыналар: ауыр сырқаты бар адамдар. Егер ораза ұстау денсаулыққа зиян тигізсе, немесе науқас дәрі қабылдап жүрсе, оразадан босатылады. Келесі жолаушылар. Ұзақ жолда жүргендер үшін ораза ұстамауға рұқсат етілген, бірақ кейін ұстамаған күндерінің қазасын өтейді. Етеккір және босанған әйелдерде ораза ұстамайды, тіпті оларға болмайды. Парыз оразаның қазасын кейін өтейді. Жүкті және бала емізетін аналар да оразадан босатылады. Яғни, егер денсаулығына зиян болса, өзіне және баласына кері әсерін тигізетін болса, оразаны уақытша ұстамаған жөн. Және қарт адамдар да денсаулығына байланысты оразадан босатылады. Егер осындай жағдайларда ораза ұстай алмасаңыз, кейін жағдай оңалғанда қазасын асықпай өтеп, басқа күндері ұстауға болады. Немесе фидия беруге де болады. Фидия дегеніміз күн сайын бір кедейді тамақтандыру. Егер 30 күн ораза парыз болса, 30 кедейді тамақтандыру керек. Ораза ниетпен басталады. Ниетті таң намазына дейін айту керек. Тура таң намазына 15 минут қалғанда су ішіп, ауыз бекітеміз. Ниет ету дұғасы: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Навайту ан асума саума шахри рамадана минал фаджри илал магриби халисан лиллахи та'аля. Таңертеңнен кешке дейін Аллахтың разылығы үшін Рамазан айының оразасын ұстауға ниет еттім. Сәресі ішіп болғаннан кейін осылай ниет етіп, ауыз бекітіп, ауызашарға дейін ешқандай тамақ, су ішпейміз. Сәресі ішу маңызды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям сәресіде береке бар деген. Сол себепті сәресін қалдырмауға барынша тырысу керек. Кешке дейін ауыз бекітіп болғаннан кейін ақшам намазы уақытында ауызашар кіреді, яғни ифтар. Ауызашар дұғасын оқып, сумен немесе құрмамен ауыз ашамыз. Ауыз ашу дұғасы: Аллахумма лака сумту ва бика аманту ва алейка таваккалту ва аля ризқика афтарту ва саумал гади мин шахри рамадана навайту фагфирли ма қаддамту ва ма аххарту. Аллахым, сенің разылығың үшін ораза ұстадым.
сенің берген ризығыңмен аузымды аштым, саған иман етіп, саған тәуекел жасадым. Рамазан айының ертеңгі күніне де ауыз бекітуге ниет еттім. Сен менің өткен және келешек күнәларымды кешір. Дұғамызды етіп болғаннан кейін аузымызды ашып, ары қарай тамақтана берсек болады. Ауыз ашарда құрма мен су қолдану сүннет. Оразаны бұзбайтын жағдайларға келсек, ең бірінші ұмытып ішіп жеп қою оразаны мүлдем бұзбайды. Абайсызда су ішіп қойып, немесе бір нәрсе жеп қойып, артынша ораза екеніңіз есіңізге түссе, есіңізде болсын. Алла сізді тамақтандырып жатыр деген сөз. Ондай жағдайда ауыз ашпай, оразаңызды ары қарай жалғастыра бересіз. Келесі, тіс пастасын қолдану барысында оны жұтып қоймау керек, және мұрын, ауыз шаю барысында мұқият болсаңыз, ораза бұзылмайды. Тек қандай жағдай болса да ішке су кірмеу керек. Құлақ арқылы, мұрын арқылы да су кіріп кетсе, немесе жұтылса, ораза бұзылады. Тамақта қалмайтын құсу және сілекей жұту да оразаны бұзбайды. Ал оразаны бұзатын нәрселер ауыз толып құсу мен көп көлемде сілекей, түкірік жұту, әдейі ішіп жеу, темекі шегу, жыныстық қатынас, етеккірдің келуі, осылардың барлығы оразаны бұзады. Егер біреу оразасын әдейі бұзса, 60 күн үздіксіз ораза ұстауы парыз болып мойнында қалады. Немесе 60 кедейді тамақтандыру қажет. Егер етеккірдің келуі болса, мысалы 5 күн келсе, 5 күн қарыз боласыз. Мысалы 10 күн келсе, 10 күн қарыз боласыз. 60 күн ұстау міндетті емес, тек қаза еткен қарыз күндерді ғана ұстау керек. Ораза бұл тек ашығу ғана емес, жан мен тәннің тазаруы. Бұл мүбәрак айда Құран түсті. Сондықтан Құранға түсуге ұмтылып, көп құлшылық жасап, тағдырыңызды өзгертуге болады. Қазір барлық мешіттерде тарауих намаздары оқылып, хатым етіліп жатыр. Түнгі тарауих намазына тұрып, сауапқа кенеліңіз. Бұл ай адамды сабырлы, мейірімді, рухани таза етеді. Алланың разылығы үшін ұсталған бұл құлшылық адамға денсаулық, кешірім және мол сауап әкеледі. Рамазан айынан бұрын да, одан кейін де ұстауға болатын нәпіл оразалар бар. Жалпы оразаның пайдасын жаңа айтып кеткенімдей, ашығу организмді тазартады, қан айналымын реттеп, артық салмақтан арылтатыны туралы ғылыми дәлелденіп қойған. Сол себепті тіпті кейбір дәрігерлер науқастарға ораза ұстауды кеңес беретінін көргенмін. Рамазан айына дайындық әрі сауап жинау мақсатында бірінші ережеп, Шағбан айларында ораза ұстауға болады. Ал Рамазан айының оразасын ұстап болғаннан кейін Шәуәл айы кіріп, Рамазан айынан кейін 6 күн ораза ұстауға болады. Бірақ бұл нәпіл болғандықтан оны ұстамауға да болады. Бірақ бұл айда 6 күн ораза ұстасаңыз, өте көп сауап аласыз. Және әр дүйсенбі, бейсенбі сайын ораза ұстау пайғамбарымыздың, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, сүннеті болып саналады. Тағы бір нәпіл ораза Арапа оразасы. Бұл оразаны Құрбан айттан 1 күн бұрын ұстауға болады. Және Ашура күні оразасы бар. Мұхаррам айының 9-10 күндері ұстауға болады. Бүгінгі видеоның соңына жетіп қалыппыз. Сіздермен бар білгеніммен бөлістім. Өз басым бала кезден организм ораза ұстап үйренгендіктен, организмім осы жылы ораза ұстауды қатты талап етті. Себебі білесіздер, әйел адам болғандықтан жүктілік пен бала емізу барысында өткен жылдары Рамазан оразасын ұстаудан құр қалдым. Бірақ осы жылы ораза ұстауды нәсіп қылған Аллаға сансыз шүкіршілік етемін, және сіздерге де ораза ұстауға кеңес беремін. Рамазан басталып кетті, оразадан қалып қойдым деп ойласаңыз қателесесіз. Оразаны Рамазан айының кез келген уақытында ұстап бастауға болады. Мейлі 2-ші күні болсын, мейлі 20-ші күні болсын, әйтеуір ниетіңіз болса, бірден сәресін ішіп, ниет қылып, ораза ұстап көріңіз. Тек физикалық емес, рухани жағынан да өзгерістер байқайсыз. Осы қасиетті айда барынша жақсы амалдар жасап, көбірек құлшылық етіп, жақындарыңызға қамқор болыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, маған қолдау көрсеткендеріңіз үшін алғысым шексіз. Егер арнама жазылмаған болсаңыз, жазылып, қоңырауша басып қойыңыз. Сол кезде пайдалы арнамның пайдалы видеосын бірінші болып көретін боласыз. Сіздермен бүгінгі видеода болған Каусар. Алла баршамызға Рамазан айын берекелі, сауапты етуді нәсіп етсін.